Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Сүлейменова Еркеназ. Және достар, бүгін 10-10 челленджінің 6-шы күні. Мен таймерім 10 минутқа қосылып кетті, уже 8-9 секундтар болып жатыр. Мен қазір үйде жүрмін, бүгін ешқайда бармаймыз, ешқайда қыдырмаймыз. Кеше мен аквапаркке барған болатынмын, бірақ ол жақта мен ешкім емес, просто есік ашылып жатып отыр. Біз дұрыстап жауап келейік, себебі қазір біздерге бұл мехет жасайды видеомызда. Мен кеше аквапаркке барған болатынмын, бірақ та ол жақта түсіре алмадым видеоны, себебі ол жақта су болады, және мен су кезде соткамды алып кіре алмаймын. Менде ондай чехол болған жоқ, судан қорғайтын. Сол себептен түсіре алмадым, бірақ та фотоларға түстім әрине де. Оны инстаграмнан көруге болады. Және де бүгін мен киімдер қарап қайттым, мектепке арналған. Және де алдым мен, бірақ көп емес. Осындай киімдер алып қайтқан болатынмын. Бірақ та барлығын алған жоқпын, және де дайындықтарды мектепке сондай енді бастап жатырмын. Бірақ та Back to School видеосы білмеймін қашан болатындығын сендерге 20-25 деп айттым. 25-теріне таман болатын шығар. Алдыңғы жылғы Back to School видеомда қарадым мен, ескі каналымдағы. Оны сендер бұл каналдан көре алмайсыңдар. Басқа каналда ол, және де ол кезде мен қателеспесем 24-22-леріне түсіргенмін, 2 бөлім қылғанмын. Бұл жолы тоже сондай қылғанды қалайсыңдар ма? Мысалға бір бөлімде канцелярский заттар, екінші бөлімде киімдерімді. Если канцелярский денді киімдерден де көп болып жатса, бірақ та көп зат аламын әрине. Қалай жасағанда қалайсыңдар? Астында комментарийге жазып кетіңіздер. Я достар, комментарий аштым. Көріп тұрғандарыңыздай, астында комментарийлер бар шығар. Мен комментариям жабық болған, білмеймін қанша күн екендігін аса қатты көп жапқан жоқпын, бірақ та мен кішкене уақыт болсын жауап отырған болатынмын, себебін айтам дедім, айтайын. Мен хейтерлердің сөзінен қорыққан болатынмын, яғни менің аудиториям көбейген сайын, қазір 24-мін, 25 мыңға жақындап қалдым. Және де сол аудитория көбейген сайын күшті комментарий жазатындар да, және де хейт етіп негатив жазатындар да көп болады. Егер адам танымал болып, мен бірақ өзім танымал деп есептемеймін. Адам, если аудиториясы көбейген кезде, оның обязательно 1-2 болсын хейтер болады. Менде де сондай адамдар көп демей қойын, бірақ та аз да емес. Адамдар сондай жамансың, фу деген сияқты комментарийлер жазды. Мысалға сізге біреу сондай сен жаманақсың, әдемі емессің деген жаман сөздер айтатын болса, сенің өзіңде біртүрлі болып қаласың. Сол сияқты маған да аз емес адам бұлай видеоны жаманақ деген сияқты сөздер айтады, бірақ та мен негізі бұрында бұндай сөздерге назар аудара бермейтінмін, ал қазір біртүрлі көңіл күйім түсіп, өзімді жайсыз сезінемін. Сол себептен де комментарийді жаба тұрған болатынмын, себебі менің нервыма тиеді кәдімгідей. Бірақ та мен ондай адамдарды сразу блокировать етіп, комментарийін өшіп тастап отырамын. Сол себептен жапқан болатынмын, ал енді қазір аштым. Сол себептен өз ойларыңды жаза аласыңдар астында. Сонымен қатар маған басқа интернет-магазиндерден, тағы да басқа AliExpress, Jom деген сияқты бөлек сайттарды жазып кетіңдер, канцелярский заттар заказ беретін. Солардан заказ беріп көрейін, если Қазақстанға келетін болса әрине. Не болмаса, сол Jom, AliExpress сайттарынан қандай канцелярский заттарға заказ беруге болады, соның астында жазып кетіңіздер. Өздерің қандай зат алдыңдар деген сияқты. Сабаққа 20 шақты күн қалды. Дайындық бастап жатырмын, және бірақ 20 күннің ішінде маған AliExpress сайттарынан канцелярский заттарын келіп болмайды, қыркүйектің орталарына таман келеді. Бірақ та ол кезде де кеш емес, себебі қыркүйектің ортасында енді ғана басталатын шығар сабақ, себебі кітап таратады, солай каникулдан кейін сөйтіп орнығып, сол кездерде басталады. Сол себептен кеш емес, астына жазып кетіңіздер. Мен өзім канцелярский заттарды көрген болатынмын, бірақ та аса қатты ұнаған жоқ. Ал киімдер болса, маған біраз ұнаттым, заказ беремін. Сонымен қатар киімді де жазып өтіңіздер. Және де сол Back to School видеосы 25-теріне таман болады. Енді мен қазір үйде жүрмін, сендерге не көрсетерін білмей тұрмын. Біздерде 5 минуты өтіп жатыр почти. Давайте мен сендерге қазір бір нәрсе көрсетейін. Бүгін магазинде болдық. Сол кезде маған
біраз дегенде 1-2 подписчигім келді де менімен суретке түсіп сөйткен болатын. Және сол суретке түсіп жатқан кезде бір апай айтты, сен атақты адамсың ба, неге сенімен түсіп жатыр деген сияқты. Сосын мен там айттым, блогермін деген сияқты. Ана апай картошкасындай менен сұрап сөйтіп жатыр. Және де менімен суретке түсіп жатқандарыңа үлкен рахмет. Мен сендерді жақсы көремін. Мен ешқашан суретке түсуден бас тартпаймын. Келіңдер. Бірақ та мен өзімді танымалмын деп есептемеймін. Олай ойлап тізбей қойыңыздар. Және де сол магазинде болған кезде мен Back to School'ға байланысты және де сүйікті мариматтарымды алдым. Просто білесіңдер ме, қалай жақсы көремін мариматтарды. Мына жерге орнығайық. Мен туған күніме осындай бір пачка маримат әкеліп берсеңдер де мәз боламын. Солай, короче. Сендер жақсы көресіңдер ма? Сендер жақсы кетіңіздер. Біз осы жерде отырып кішкене тағы да әңгімелесейік. Мен қазір штативтің аяғын шығарайын. Сендерге қалай шығаратынымды көрсетейін бе, қызық па? Осындай мен монопод ретінде түсіріп жүрмін. Және осылай тұрады. Сонымен қатар не пульт сенің қолыңдағы деп көп адам сұрады. Осы оның челленджінде осымен түсіріп жүрген болатым. Осындай пульт. Бұл жерде iOS-қа арналған, үлкен, содан кейін Android-қа арналған 2 кнопкасы бар. Осыны басып қалған кезде видео басталады және тоқтап қалады. Осындай кішкентай пульті. Главный қазымнан бас жүрмесе, видео тоқтап қалады. Содан кейін осындай штатив ретінде мынаны бүйтіп жоғары тұтқан кезде астындағы аяқтар түседі. Негізі мен бұны сендерге обзор ретінде көрсеттім Инстаграмда. Сосын осылай астынан ашады да. Так. Осылай жылжытып, там қатайтып қояды, бірақ сендерге қазір дұрыстап көрсете алмай тұрмын. Бір қолмен еще ыңғайсыз. Вот, короче, осылай тұрады. Сендерге бұны көрсеткен болатым, бірақ та егер сен мен Инстаграмда болмасаң, сен әрине де білмейсің. Посылканы ашып, сол кезде барлығын көрсеткен болатынмын. Посылкалар келсе, сөйтіп ашып көрсететін боламын. Инстаграмға тіркеліп кетіңіздер, мен бұны Joom сайтынан алған болатынмын. Бағасын ұмытып қалдым, шамамен 2000 теңгедей болып қалады. Барлықтарына кеңес беремін, өте жақсы. Если сен видеоблогер болсаң, жаңадан бастап жатсаң да бұл саған не емес, кедергі емес. Сен аса қатты подписчигің көп болып, видеода көп түсіре алмайтын болсаң, яғни штатив керек болмаса, осындай алуыңа болады. Монопод ретінде ұстап, суретке түсіп, өстіп қойып, суретке түсуіңе де болады, өте жақсы. Және де, реклама. Маған ешкім төлеген жоқ, бірақ мен реклама жасадым. Солай, сендерге басқа тағы да не айтамын. Мен барлығын түйсіз айтып тұрған сияқтымын. Және де ертең Меруерт лагерден қайтады. Және де көп адам сен лагерге барам деп едің, барған жоқсың деді. Мен барған жоқпын, себебі барғым келмей қалды. Оның орнына басқа жаққа барамын. Оны да скоро айтамын. Сол, короче, ертең Меруерт шығады. Сол кезде видео түсірем шығар, бірақ та уәде бере алмаймын. Себебі білмеймін себебін. Көреміз ертең. Бүгінгі видеом осындай шағын ғана видео болды. Менің мәліметім. Шағын ғана дегенде осындай просто әңгімелесу видеосы. Біздерде 9 минут болды. 1 минуттан кейін менің видеом аяқталады. Мен мәлімет қалай жегенді қарап отыра тұрыңдар. Солай Back to School видеосын күтіңдер, ертеңгі Меруерттің келуін күтіңдер. Тағы мен жоспарларымды айтуымды күтіңдер. Мен өзім күткен жек көрем, бірақ күтіңдер сендер. Біздерде 30 секундымыз қалды. Мен сендермен қоштасайын, бірақ көпке емес, ертеңге дейін ғана. Ертең қайтып осындай видеосын түсіретін боламын. Видеом аяқталды. Лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Және де сол подписаться деген кнопканың қасындағы қоңыраушаны да басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көре аласыңдар. Және де келесі кездескенше. Давай, 55. Пока!